Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге қатпарлы самсаның рецептін ұсынамын. Тыңдап қараңыздаршы қалай қытырлап тұрғанын. Бұл самсаны жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, кеңес етемін. Алдымен бір ыдысқа су құямыз, оның үстінен тұз саламыз. Тұз ерігенше қасықпен араластырамыз. Тұз ери бастағанда үстіне сүт құямыз. Міне массамыз дайын. Ұнымызды електен өткізіп бір ыдысқа салып аламыз. Ұнымыздың ортасын осылай қолымызбен ашып, жаңағы массамызды құямыз, барлығын құйып жібереміз және қамыр илейтін боламыз. Видеоның астына, яғни описаниеге барлық керек заттарды жазып кетемін. Ол жерге ұнның мөлшерін де көрсетемін, бірақ ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан сіздерге керек болса қосып илесеңіздер болады. Қамырымыз видеодағыдай болуы қажет. Бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырдың арасына жағатын іш май мен пістен майды бірге қосып, отта дайындап аламыз. Қамырымызды ыдыстан аламыз. Июі қанған қамырды ұн сеуіп, 2 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлікке бөлгеннен кейін бір бөлігін ыдысқа қайтадан салып, бетін жауып қоямыз. Міне қамырымыз осындай болуы қажет. Бір бөлігін аламыз, оқтаумен дөңгелетіп жаямыз. Жұқа етіп қамырымызды жайып алып, оның үстіне ұн сеуіп, қамырымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, жинап, бір шетке қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жаюға кірісеміз. Екінші зуаланы алып, оны да дөңгелетіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Міне қамырымыз дайын. Осы қамырға жаңағы дайындап алған майымызды барлық шетіне жағып шығамыз. Шет-шетіне де жағуымыз қажет. Іш майды қорқпай жаға берсеңіздер болады. Дәмі шықпайды және де иісі білінбейді. Және самсамыз суығаннан кейін тоңып қалмайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және де өте қатпарлы болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Май жағып болғаннан кейін қамырдың үстіне кішкене ұн себелеп қоямыз. Бұл біздің самсамыздың арасы бөлек-бөлек болып, қатпарлы болуына көмегін береді. Екінші қамырды алып, үстіне дөңгелек етіп, жайып шығамыз. Қамырды тегістеп, бір-біріне біріктіргеннен кейін, бұл қамырдың да үстінен майдың барлығын жағып шығамыз. Шеттерін қалдырмауымыз қажет. Бұл қамырдың да үстіне себелеп ұн себеміз. Енді қамырымызды рулет құсатып, дөңгелетіп, орап аламыз. Міне видеода көріп тұрғандары жасаңыздар. Қаттырақ етіп ораймыз. Міне осылай дөңгелетіп, қамырымызды дайындап аламыз. Бұл қамырды морозильникке 20-25 минутқа салып қоямыз. Міне қамырымыз дайын. Пакетке салып, пакетімізді буып, морозильникке саламыз. Салмасын дайындаймыз. Салмасына мен туралған ет, картоп, пияз, сұйық май, тұз, бұрыш салдым. Міне барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Қасықпен немесе қолымызбен араластырып, біріктіріп аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Қамырымыз дайын. Морозильниктен аламыз және осылай араларын ашып, қамырымызды бөліктерге бөлеміз. Кіші бөліктерге бөліп аламыз. Осы қамырдан 60 дана самса шығардым. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне осылай дөңгелетіп дайындап аламыз. Барлығын кесіп дайындап алып, бір-бірден жайып, салмасын салып түйеміз. Міне салмасын саламыз. Арасындағы еті толықтай пісіп шығады. Қорықпаңыздар. Немесе ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Қамырдың екі жағын бір-біріне біріктіріп, қаттырақ басып, өріп шығамыз. Видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Осылай өріп жасайтын болсаңыздар, самсаларымыз әдемі болып көрінетін болады. Немесе классикалық түрінде көрсетейін. Салмасын салып, 3 бұрышты етіп жасаймыз.
видеода көріп тұрғандай жасаңыздар. Міне барлығын табаға саламыз, астына пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды орналастырып, жұмыртқаның сарысын жағып, және күнжіт немесе мак сеуіп 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің самсамыз дайын. Өте қатпарлы, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңыздың астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыздар.